Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода вафельді қағаздан гүл дайындаймыз. Бұл тортқа декор ретінде қойылатын гүл. Бұл декорды дайындау үшін әрине вафельді қағаз керек. 2 немесе 2,5 бет вафельді қағаз жетеді. Сонымен қатар су мен спиртті араластырамыз. 1:1 пропорциямен, яғни 2 қасық су болса 2 қасық спиртті құямыз. Немесе қарапайым арақтың көмегімен де жасауға болады. Бізге тейп ленталар, тычинка және флористикалық сымдар, қайшы қажет болады. Вафельді қағаздарды ұзыншалап қайшының көмегімен 3 өлшемде қиып аламыз: үлкен, орташа және кішкентай етіп. Ұзыншалап қиылған қағаздарды өзіміздің қалауымыз бойынша 4 бұрыштеп қиып аламыз. Менен 8 4 бұрыш шықты. Бұл кішкентай өлшемді 4 бұрыштер. Енді орташа өлшемді маған қағаздар қажет. Ол үшін тағы да ұзыншалап қайшының көмегімен қиып аламыз. Және әрбір осы ұзыншалап қиылған қағаздарды көз өлшемімен шамамен 5 сантиметрдей етіп қиып шығамыз. Дәл осылай енді үлкен өлшемді 4 бұрыштерді жасаймыз. Менде кішкентай және орташа 4 бұрыштен 8 дана, ал үлкен 4 бұрыштен 4 дана шықты. Дайын болған 4 бұрыш қағаздардан жапырақ қиып шығуымыз қажет. Ол үшін алдын ала жапырақтың трафаретін дайындап алдым. Осы трафаретті қоя отырып, бұрын-соңды пайдаланбаған маникюр қайшысы арқылы қиып аламын. Видеодан көріп отырғандарыңыздай трафареттердің өзі 3 өлшемді, яғни 3 өлшемді мен жапырақша дайындаймын. Міне біздің жапырақтарымыз толығымен дайын болды. Ендігі кезекте флористикалық сымдарды бірдей етіп қайшының көмегімен қиып аламыз. Флористикалық сымдардың қаттылығы жағынан әртүрлі болады. Гүл жасауға сіздерге кеңес етемін, өте жұмсақ осындай сымдарды алғандарыңыз дұрыс. Ендігі кезекте вафельді қағаздарды ұзыншалап өте жіңішке етіп қиып аламыз. Бұл бізге флористикалық сымдарды жапырақтарға жабыстыру үшін қажет. Гүлдің ортасына қойылатын тычинкаларды енді сымның көмегімен нығыздап орап тастаймыз. Сыммен қатайған тычинкаларды тейп лентаның көмегімен орап шығамыз. Енді әрбір жапыраққа сымды қоя отырып, ұзыншалап кесілген қағаздарды сулай отырып, жабыстырып шығамыз. Енді жапырақтың екі жағында сулап шығамыз, қатты шылқытпаймыз. Тек қана жайлап жүріп өтсеңіз болды. Дәл осылай барлық жапырақтарға сымымызды жабыстырып шығамыз және екі жағын сулаймыз. Міне жапырақтарымыздың барлығына сымдарды жабыстырып шықтық. Енді бөлме температурасында қалдырамыз. Біздің жапырақтарымыз кебуі қажет. Жиналып кепкенін күтеміз. Жапырақтар толығымен кепкеннен кейін енді гүлімізді жинаймыз. Тычинкамызға ең кішкентай жапырақтан бастап орай бастаймыз. Видеода мұқият қарап отырсаңыздар, ешқандай бұл жерде ереже жоқ. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша орап шығасыз.
Міне гүліміз толығымен жиналып болды. Енді сымды тек қана тейп лентамен орап шығамыз. Осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Торттың үстіне декор жасап үйрендік деп ойлаймын. Егер де видео ұнап жатса, онда лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.